Салауат жазылды. Енді бұрынғыдай шашуға көшті ғой бәрін. Веранда елдер атаң сияқты веранда отдельно болғанда, есік жабық тұрады, аяқ киімдер отдельно тұрады. Мынау деген бар ғой, мен ұйықтап қаламын ғой деп. Көзім ілініп кетсе, барып да былай барып да мен тұр ғой міне, кіре берісті. Аяқ киімді аузына салып жүрді бала. Мен қашан кетті? Толық жазылғанына көрсеткен жоқ қыздар. Ертең белгілі болады. Так. Қашан ұйықтайды екен енді мынау? Бұрын осы кезде ұйықтап қалушы еді. Кішкентай кезінде 7 айлықта ондай жоқ енді. Жай ұйықтайтын болды 7 айлықта, 6 айлықта уже ұйықтап қалатын. Мен далаға таза ауаға шығарып келдім ғой. Беске бас неше соқ сонда қоймайды. Аяғым. Келу. Жыбыр тыным жоқ енді ұйықтағанша. Шығам дейма. Тұрғалды көреді баттың ма? Еще бүйтіп қайрып тұрады ғой. Қайрып тұрып бір қолын жер қойып. Да шөп еткізіп ұстап отырды. Сосын аяғын қайта шөп еткізіп ұстап отырды қайта. Сосын бүйтіп қайта шөп еткізіп қайта ұстап отырды. Сосын бұлай қайта қарау керек қой. Үлкендердің не істеп жатқанына бәріне қарайтын ол. Қызық болған. Шығып бара жатса да қарайды. Ой, байқа соғып алмашы басыңды. Соғып алма басыңды. Жайыр тұр жаяғы. Ой, болды. Мен оны әпкесін ба? Камила деген оның әпкесі, потому что ол да ютубер. Салауат сияқты. Орысша араластырмай қазақша сөйлесші айналайын.